Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен Жетісу Лайф арнасында бір подкаст түсіргелі отырмыз. Бүгін біздің подкастымыздың қонақтары Ерлан Отарбай мырза, қоғам белсендісі, Қазақ және Белбеу күрес федерациясының вице-президенті, блогер, және де мықты асаба деп қоса берсеңізші. Бұл жерде басқа тұрғанша жарнамасында жасап отырайық деген. Иә. Және де Қанат Маратұлы, республикалық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі, дінтанушы, психолог. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгін біз енді арнамызда бір ерекше тақырыпта көпшілікке қызық болады деп ойлаймыз. Расымен ерекше сияқты, өйткені мына жақта дінтанушы, мына жақта Тойтанушы. Иә, тойтанушы. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, бөлісіп, астындағы талқыға қосылуды ұмытпаңыздар. Қызық болады деп ойлаймыз. Өйткені бүгін біз осы қазақтың сүйікті тақырыбы, қазақтың демалатын орнында қазақтың жағы тойы туралы әңгімелесеміз. Жаңағы қазіргі таңда енді халал той дейміз, қазақ той, тағы басқа одан бөлек жаңағы тойда болатын кейбір қызықты оқиғалар, одан кейін бір ерекше бір тағы бір дүниелер бар енді, есте қалар. Иә, оны қазір сұхбат барысында айтамыз. Оған дейін енді жалпылама осы той туралы өзіңіз тек халал туралы жүргізесіз, сол туралы бір айтып өтсек. Қандай ерекшеліктері бар? Қош келдіңіздер сіздер. Негізі жаңа қош келдіңіздер деп сіз айтып жатсыздар. Негізі Ақтөбеге сіздер қош келдіңіздер. Талдықорған қаласында болғанмын. Маған өте бір қатты ұнаған қалалардың бірі. 2009 жылы болды. Сол жақта бір тойға құда болып барғанбыз. Маған Талдықорғанның ең ұнаған жері атына заты сай екен. Талмен қоршап қойған. Рас айтасыз. Ауасы қандай таза. Маған енді қаланың тазалығы, ауаның тазалығы қатты ұнады. Адамдармен көп араласып үлгермедім. Біздер кешкісін тойға барып, сол күн түнде қайтып Алматыға кейін қарай қайтып кеттік. Бірақ сол таңертең тұрған кезде біз түнде бардық, таңертең тұрып қаланың тазалығы. Адамдарын да көруіңіз керек еді, сөйлесіп. Өйткені біз мына жаққа 2 күн болды келгенімізге, үлкен айырмашылық бар екен. Бізде енді адамдармен сөйлескен кезде біреудің көңіліне қарап тұрамыз ба, алыстан әкеліп, сол адам ренжіп қалмас екен деген сияқты енді сондай бір не бар, менталитет қалыптасып. Мына жаққа келем, адамдармен сөйлесек, расымен де бар нәрсені бар, жоқ нәрсе жоқ, төтесіменен қоя салады екен. Сәл тіктеу қалыппыз. Иә. Біз негізі Батырлығы да көрініп тұрады екен дегенмен. енді қатты мақтай беруге де болмайды, батыр деп жаңағы кетіп қалуымыз да мүмкін ғой жалпы. Қатты мақтаудан да қайырған ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Енді біздің Ақтөбені сәл тіктеу, Атырауға өтсеңіздер, ол жақ бізден сәл қаттылау. Ақтау Атыраудан қаттылау. Жаңаөзенге барсаңыздар, Ақтөбем жақсы еді ғой, жұмсақ екен ғой дегенді көресіздер енді. Қандай момын халық еді деп. Енді мен айтқаным сол жаққа барған кезде түсінесіздер. Енді той саласында 2005-тен бастап жүрмін. Негізі әуелі ән айтып кіргенмін өнер саласына. 2008-ге дейін, 2009-ға дейін Ақтөбе қаласында көптеген ресторандарда ән айттым. Живая музыка дейді ғой, вокалист деп айтады. Жұрттар тамақ ішіп отырады, сен шансон, лирикалық, сондай баяу әндермен халықтың көңілін көтеріп, сондай жұмыс жасадым. Содан 2009-да Алматыға бардым. Алматыда 1 жыл жұмыс жасап, белгілі себептермен қайтып келіп, 2011-ден бастап көп адамдардың ұсынысы бойынша сен тамадта бола аласың ғой. Бойың бар, осы салада тамадалармен жүрсің, сөздерінде жаттап алған шығарсың деп. Сөйтіп көптеген адамдардың ұсынысымен, айтуымен, қолдауымен 2011-ден бастап тамада болып шығып, соны әншілікті 2013-тен бастап жаймен азайтып, 2019-ға дейін тойда жүрдім. Жаңағы 2019-дан бастап, 2019-ның январынан бастап Аллаға уәде бердім, арағы бар тойға бармаймын деп.
әлеуметтік желіге хабарлап, кәдімгі арнайы видео түсіріп, осылай 2019-дан бастап мен тек қана қазақы арақ шарапсыз тойға шығамын деді. Бірақ халық өзі бір бола береді, халал тойдың тамадасы, халал тойдың тамадасы деп. Негізі мен видеоролигім бар, қазақы той деп шықты. Қазақы той деген расымен де. Өйткені енді қазір халал деген сөзге, жалпы намаз деген сөзге термин сөз болғаннан кейін әлбетте оған кейбір адамдар түсіністік көп, намаз оқымайтын адамдарға ол бір қорқынышты болып тұра ма? Қорқыныштылау деп болады да. Оның үстіне Ақтөбені білесіздер ғой, красный зона. Осындай мәселелермен. Бірақ енді мен қанша қазақ той дегенмен, халық өзі халал тойдың тамадасы, сіз халал той жүргізесіз ғой деп айтып кетті. 2019-ға дейін жүрдік түрлі тойда, оған неге бұрылдым, өйткені 2008-ден бастап Алланың қалауымен намазға келдім. Сол 2019-ға шейін енді қанша жыл, 11 жыл жүрдім ғой. Көп қиын жағдайлар болады, намаз оққаннан кейін ішкен адамдар келіп, біреу тиіп кетеді, біреу сөзімен, біреу боқтап кетеді, біреу бүйші, біреу сүйші. Осы мәселелерге келген кезде ішкен адамдарды көтере алмай бастадым. Сөзге келіп қаламыз. Төбелесіп кетпегенмен соған дейін барған уақыттар көп болды. Ал менің көңілім түссе, ол тойдың толық аурасын кетіріп жібересің да. Менің көңілім түссе, той ол уже дұрыс өтпейтін анық қой. Менің көңіліме байланысты өткені мен ассалаумағалейкум ардақты ағайын кіріп келген кезде халық осылай қабылдайды. Ал мен салмақты или қабағым тиіп көңіл күйім болмай, ассалаумағалейкум қадірмен ағайын, бүгін мынау Қанекеңнің тойына қош келдіңіздер десем, маған халық бүйтіп қабылдайды. Асқа келгенде осы қабылдаумен той солай өтіп кетеді. Той біткеннен кейін тамада бір көңілсіздеу өткізді деген мәселелер қалып қояды. Сондықтан барынша көңіл жүруге тырысамыз. Сөйтіп 2019-дан бастап январында бірінші тойға жаңа отказ бердім ғой. Қызық болды өзіме де. Бәрі сұрап аламын. Қандай той, қашан болады, қанша адам, қандай ресторан. Сонда қоямын ғой сұрақты. Тойда арақ шарап бола ма? Әрине болады, олсыз қалай той бола ма деген сияқты әңгіме айтады. Кешіріңіз, мен арақ шарапсыз той басқарамын деймін. Деп қалады. Ондай бала қызық маған. Осы жақсы онда дейді, бір түрлі болып тастайды. Потом болды кейбір адамдар артынша балам бізге бір исключение жасасайшы. Ешкімге айтпаймыз деген сияқты мәселелер бізден кейін де қоясың ғой. Осындай мәселелер көп болды. Бірақ енді январдан мартқа дейін где-то бір қанша той дейін бір 80 тойға отказ бергенмін. Енді мынандай нәрсе қояр. Мысалға ішімдікпен болған тойда ойлаймын көп бір дайындықтың қажеті де жоқ сияқты. Өйткені олар қалай болса да күле береді, ішсе болды. Енді бұл енді біреуге күйе жағу емес. Иә. Ал енді қараңыз. Енді ішімдіксіз болғаннан кейін адамдар сөз тыңдайды. Солай емес пе? Сіздің не айтқаныңызды әлгі бар ғой, қол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба дегенде қол бастау оңай, сенің артыңда жаңа қолдаушың болса деп, бәрінен де сөз бастау қиын дейді ғой. Тауып айтсаң мереке қылады, қауып айтсаң келеке қылады деген сияқты. Башқанда сіздің әр сөзіңіз ұғынықты болып тұрады. Бұның қиыншылықтары бар шығар жалпы. Әрине, аузынан шыққан әрбір сөзге біздің мына Ақтөбе облысында бірнеше район бар. Солардың өзінде халқы әртүрлі. Например, мысалға мына Шалқарға барсаң, Шалқардың халқы естіген шығарсыздар, Шалқардың халқы бізде Ақтөбе районында қатты. Ол жақтан ақын да шығады, әнші да шығады, батыр да шығады. Батырлар көп шығады ол жақта негізі. Ол жақта әр сөзіңді бүйтіп қадағалап отырады. Ошибка кетсе, әр сөзінде бір қателесіп, сүрініп, или біреудің кемшілігімен әзілдессең, тілмен сүрінсең болды дейсіз ғой, тұру қиын. Тұру қиын. Тойдан кейін ақшаңды ала алмайсың деген сияқты мәселелер болып қалуы мүмкін. Енді қазір азайды жалпы, бұрын ондай нәрселер өте көп болды. Дегенмен ол жақтың халқы әрбір сөзінде қатты бағалап, қадағалап отырады. Мен өзім жақсы өтетін райондар бар, ол мысалы Байғанин, қазақ халық. Сөзді жақсы тыңдайды. Шұбар, Марту, Қобда деген бір 4 район бар. Жақсы, халқы ана сөздің қадірін қатты ұғынып, қатты тыңдайды. Кейбір
жақтағы сондай аудандар бар, ол жақтарда көбіне биге көңіл бөледі. Көп сөйлей бермеймін, билейікші біз дейтін әңгімелер де болады. Ал енді мына нәрсеге қалай қарайсыз? Жалпы мына әлеуметтік желіде көп естіп қаламыз. Мына тойды тоқтату керек дегенін естіп жатырмыз, иә? Енді қазақта сөз бар, бұдан да жаман күнімде тойға барғам дейді. Енді осы тоқтату деген жағына қалай қарайсыз? Әлде мүмкін ішіндегі бір дарақылық дүниелер бар, соны тоқтату керек па? Енді менің өз ойым, қазақтың тойын алып тастаса, қазақ емес сияқты болып көрінеді да. Қазақты қазақ қылып тұрған той. Енді өзі басымыз торқалы тойда, қайғылы қазада ғана кездесіп жатады ғой. Қазір біреуде үйіме қонаққа кел десең қайтусын келе қалады. Бірақ той жасайын деп жатыр. Мына ұл үйленгелі жатыр. Жылда үйленіп жатқан жоқ. Тойға кел деп шақырасың. Сондықтан да бұл тойға қалай қарайсыз? Қазақтың тойын қай жағынан өзгерту керек или тоқтату керек? Түгел тоқтату дейтін нәрсе не үшін шығып жатыр? Бірінші проблемаға жаңағы бәсекелестікте ғой. Например, көп адамдар анау Ысырап деген сияқты ма? сол ғой, мынандай ресторанда мен ана ресторанға жасаймын, мынадан 2 есе қымбат. Оған жасау үшін жақсылап кредит алу керек. 10 миллион кредит алып той жасау ол дұрыс емес қой енді. Сол үшін той тоқтату керек деген мәселелерді шығарып жатыр. Онан қалды адамды көп шақырады. Біздің Ақтөбе шүкір, Шымкент жағы өте көп шақырады оны мысалға. Мен болды енді Ақтөбеде бірен-саран 500 адамдық, 450 адамдық тойлар. Бірақ мына оңтүстік жақтарында ол нәрсе өте көп. Мүмкін соларға байланысты айтылған болуы мүмкін. Бірақ енді қазақ тойды не үшін жасайды? Айналып келген кезде өмірге үлкен қадам басып жатқан 2 жасқа бата алу үшін ғой. Ал бата деген ол қазақша дұға ғой. Дұға енді осы жерде. Дұға бітір жібей. Дұға сөзімді. Дұға қай жерде қабыл болады, өзіңіз білесіз, дінтанушысыз. Дұға 2 нәрседе қабыл болады. Біреу шынайы айтқанда, екінші ішкен жеген асың адал болғанда. Сол үшін де мен арақ шарапсыз тойға шығып, осы нәрсені дамытқым келеді. Кейде қойғым келіп, тойды түгел, қазір кішігірім кәсіппен айналысып жүрмін. Түгел кетейін ба деген кездерімде бір осындай бір дана жігіттер, үлкен ағалардың айтқаны бар. Кетпеші, сен де жүршеш осы тойда. Өйткені асабалардың көбісі қазір басқа нәрсеге ауып баратыр. Сен солармен бірге ақ пен қараны көрсетіп отыратындай адамдар жаңағы ажырата алатындай бір адамда болу керек қой деді. Менсіз де бар ғой дегенімде болсайшы. Арақ шарапсыз тойда жүрсін, жассың әлі, қартайып қалған жоқсың, айтарың бар ғой деп. Бір жақсы айтқан үлкен ағалардың ақылымен негізі тойда да қалдым. Негізі мен былтыр қойып кетем ба тойды деп ойлағам. Ал енді мынандай бар ғой, қазақта айтады ғой, тауықсыз да таң атар деп. Ішімдіксіз де той өтеді. Ішімдіксіз де той өткізуге болады. Бірақ енді сізге қоя сұрақ, сұраныста барсыз ба деймін да. Енді мен бағамды жыл сайын өсіріп жатырмын. Бір бағам қанша екенін айтпай қойын, бұл мақтанған или там реклама болып кетер, бірақ бағамды жыл сайын өсіріп жатырмын, қалай болады екен деп. Той тоқтап жатқан жоқ. Әлбетте той тоқтап. Әлбетте той тоқтап жатқан жоқ. Айына болмады дегенде 4-5 тойым бар. Соған қарағанда енді ол сұраныста бар жоғымды сәл халықпен сұрап. Бұны қойып отырған себебіміз, жалпы жаңа сізден бірінші естіп отырмын, және бұл көңілге сондай қонымды болып тұр да, қазақы той деген. Жүрекке сондай өзі бір жақында. Сондықтан да бұл қазақы тойда қазіргі уақытта біз жалпы той арқылы халықтың мәдениетін қалпына келтіре алатын сияқтымыз. Мысалға қарасаң, кейбір тойларды көріп жатамыз. Ол жамандау емес. Апаларымызды, әжелеріміз, аталарымызды тыраштандырып, билендіріп, анау күні біреу жүр, құдай-ау, анау енді бір кәрі апамыз автобуста көрсем орын беретін шпагатқа отырды ғой. Енді не тойда әлеуметтік желіде жүр енді. Соған қарап ойлаймын да, бұл тойда бәлки осындай бір адамның абыройы да түсіріп алу да сол жерде көп көрініп жатады. Ямаса абыройының асқақтауы да. Кейбір адам енді жалғыз баласын үйлендіріп жатқандар бар, көзіне жас алып тұрып, баталайын деп жатыр. Сол кезде тойдың шырқын кетіріп жіберуде бір адамға байланысты дүниелер мысалға. Енді қазіргі уақытта сіз қалай ойлайсыз, осы тойды жалпы қалпына келтіру үшін не нәрселерді тойдағы өзгертуіміз қажет? Енді бәріміз де бала өсіріп отырмыз ғой. Бәріміз ұлымызды ұяға, қызымызды қияға қондырғымыз келеді.
бәріміздің той жасап бергіміз келеді. Тойда еске алатын, жалпы той жасаушы адамның мән беретін дүниесі не нәрсе? Енді той түгел тамаданың диктовкасымен өтіп шығады ғой. Сол тамадамен тойдың алдында жақсылап ақылдасу керек. Біздер тамадалар психологпыз, халыққа кірген кезде басында қарап аламыз. Бұл халыққа әңгіме керек пе, ойын керек пе, би керек пе, не керек? Мен енді 15 жыл той басқарғаннан кейін той басталмай етіп халық кішігірім билеп жатқан кезде халық келеді, кейбіреулер билеп жатса, кейбіреулері кіріп сразу жайғасып отырып жатады. Сондай мәдениетті адамдар болады, жаңағы билемейді. Тойдың басынан бастап орындарын іздеп отырып жайғасып, мына ортаға бүгін әңгіме керек. Сол сияқты тамадамен басында ақылдасып алу керек та. Жас тамадалар көп қой қазір. Ол жағынан тәжірибе жоқ. Соларға түсіндіру керек. Бүгінгі менің қонақтарым осындай халық, көп билемейтін халық. Оларға әңгімеңді айт. Сосын мынандай арзан күлкі, арзан ойын ойнатпа. Өйткені той сіздікі ғой. Ол тойға сіздің жаныңыз ашу керек. Тамада өзін көрсету үшін, таң қалдыру үшін, қызықты болу үшін, күлдіру үшін, бой кішкентай адаммен әзілдейді, бой ұзын арық адаммен әзілдейді. Например, құлағы үлкен адаммен әзілдейді, шашы жоқ адаммен әзілдейді. Ана бір адамды мазақ қылып, 200 адамды күлдіріп, соны деңгей көреді. Той өте керемет өтті. Қуаныш. Ана ол адам бір адамның көңілін қалдыру, бір адамды әзілдеп оны төмен түсіріп қалған адамды күлдіру ең төменгі нәрсе ғой. Осы нәрселердің бәрін тамадаларға ескертіп айту керек. Бауырым, бұл менің тойым. Мен қалай айтам, солай сен жүргізіп шық. Өйткені сізден басқа ешкім жаны ашымайды ол жерде. Тамада өз білген істеп кетпеу керек. Жақсылап тойдың алдында бірнеше рет кездесіп, ақылдасып, тапсыру керек. Сосын тамада өзі әрмен қарай алып шығады. Енді мен мешітте имам болдым. Неше жыл имам болдым мешітте. Сол имам болған кезде енді қанша тойға барамыз, тойға барғанда бір келеңсіз жағдайларды көріп жатамыз. Асап алып шығаттағы қыз жолдас пен жігіт жолдасты алып шығаттағы той біткен соң мынаған тиесің ба дейді, тием дейді. Анау аласың ба дейді, алам дейді. Естіген шығарсыз осындай дүниелерді қызық қылу үшін енді. Енді шариғатта мынандай дүние бар жалпы. Некедегі шарттардың біріншісі екі адамның келісімі. Одан кейін куәлардың болуы. Көрдіңіз бе? Ана жерде екі адам алдым деді, қалжыңдап айтуы мүмкін. Жалпы некенің алдым, бердім, не болмаса, жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынандай бір хадис бар. Құлды азат етем деген болса, я болмаса қалжыңдап болса да талақ айту, я болмаса біреуді некеге алдым деу, бұл өтірігі де шынында шын болып кете береді жалпы. Қалжың жүрмейді бұл жерде. Ал енді ана жерде қаншама куә адамдардың көзінше сондай дүниені айтқызып жіберді. Екінші бір дүние болды. Қазақта айтады ғой, келіннің бетін кім ашса, солыстық деген сөз бар. Енді ойлаймын, домбырасыменен асап ашқаннан гөрі, ол жерде оның енесі, мысалы ашқан болса, бірінші ашқан оның көзіне ыстық болып қала ма деп ойлаймын. Одан үшінші бір дүниелер болды. Енді тоқтатуға көп атсалысып, қазір енді тоқтады былай. Құда мен құданы төс қағыстырып атады. Одан кейін құда мен құдағиды бір-біріне төс қағыстырып атады. Ал бұл бір енді жалпы енді шариғат деп айта берсем, біреу оны түсінбеу мүмкін. Жалпы қазақы, сіз айтқандай қазақы той деген сияқты. Қазақтың өзінің менталитетіне де жат дүниелер ғой. Әрине. Бұл жақтарына енді имам ол алдына келген, ешкім шақыртпаса да келіп отырған иманды адамдардың алдында бір уағызды айтады. Олардың барлығы оны түсінеді. Ал енді сіздің алдыңызда әртүрлі адам келеді. Солай емес пе? Ол жердің оның барлығын бетіне қарату, ол имамның жұмысынан да қиын деп ойлаймын бұл жерде. Енді осы жағынан қалай жұмыс жасап, тойдың имамысыз ғой былайша айтқанда. Біздер негізі жақсы құралымыз ғой, тамаданы Шымберген деген ағам айтып еді. Біз тамадалар халықтың жүзінде қаламыз, жүрегінде қалмаймыз деп. Әрине, бірақ сенің айтар сөзің дұрыс болса, жүрегінде де қалуға болады. Өйткені бір Қараман Серік деген бір ағамның ол тойды бірыңғай нақыл сөздермен басқарған. Қазір ол кісі тойдан шығып, өзі кәсіппен айналысып, жасы да келді. Алдыңғы буын. Мен өте қатты бір құрметтеп сыйлайтын ағалардың бірі Серік Қараманов деген. Сол кісінің көптеген басқарған әулеттердің тойларын мен басқардым кейіннен. Сол кезде, ай Серік Қараманов сияқты тамада жоқ ау қазір. Сен қалайсың балам?
оның ақыл сөздерін айтшы, жүректе қалдырады ғой, денеңді жаңағы тамырларыңды қозғап бойы бір қатты әсер беретін оның сөздері деп көп адамдар осылай маған айтты. Ал егер жаңағыдай әзіл ұсақ белден төмен әңгімелер ол бүгін күлесіз, ертең ұмытылады ғой. Кеше бір күшті прикол айтып еді тамада. Қандай десе, мен ұмытып қалдым дейді. Осындай мәселелер бар да. Сондықтан жаңағы біз тамадалар жақсы құралмыз негізі. Расымен де, өйткені қазақтың тойының ары қарай өркендеп мәдениетті өтуіне де асаба тікелей қатысты, оның құлдырауына да. Әрине. Бір тойда 300 адам болады, ойлаңыз, 7-сіне 4 той бар. 1200 адамға жақсы тәрбие, жақсы насихат айтып кете аласың. Бір жетіде, ойлаңыз, бір жетіде 1200 адамға жақсы тәлім тәрбие көрсетіп, жақсы насихат айтып кете аласың. Бір жетіде 1200 болса, ойлаңыз, бір айда 4 жеті бар. 4800 адамға дұрыс бағыт беруге болады. Егер сөзің дұрыс болса, білімің болса, айтарың, көркенің, түйгенің. Халыққа бір. Ереке мынандай нәрсе бар. Біз мысалға облыстық дін істері басқармасында жұмыс жасаймыз. Енді өзіңіз білесіз, айына бір аптасына біз мысалға есеп береміз, отчет береміз ғой. Сонда қанша адамды қамтыдық деген дүние кетеді. Мысалы 200 адам, 300 адам. Мен қазір ойлап отырмын, негізі қанша адам қамту үшін асаба болу керек сияқты. Асабаларды сіздерге жинау керек қой. Жинап жиі жақсы ақпараттар беріп, жақсы бағыт-бағдар беру керек. Тамаша ой болды. Ана жаңағы сіздің алдыңғы сұрақтарыңызға жауап беріп кетейін. Бірінші жігіт жолдас пен қыз жолдасты аласың ба деген ойынды 10 жыл ойнатып, мен көп күнәға батқан адамдардың бірі мен болам шығар. Енді адам орыстар айтпаймын, ошибках люди учатся деп. Мен сол нәрсені дұрыс деп ойлап 10 жылдай ойнаттым, бір ойын болды менде сол. Сосын осы жақта Бауыржан деген ұстаз бар, сол кісінің бір айтқаны бар маған: Ерлан, сен жаңағы жігіт жолдас пен қыз жолдасты аласың ба дейсің, білесің ба, ол екеуі некесі қиылып кетті, білесің ба деп мені бір тоқтатты ол кісі. Сон бір 3-4 жыл болды, оны көп қазір ойнатпаймын. Ойнатқан жағдайдың өзінен қыз балаға жоқ деп айт деймін. Қыз жоқ дейді. Сценарий бойынша мәселелер болды. Бұл Алла кешірсін. Енді сізде міне маған оны жақсы бір ақпарат қылып беріп жатсыз. Адамдар қайталау адамға пайда береді деген сияқты. Алла разы болсын. Екінші мәселе жаңағы құда мен құдағидың төс қағысуы ғой. Енді ойлаңыз, сіз әйеліңізді басқа бір еркекпен құшақтасқанын, бет сүйіскенін қалай? Мен қаламаймын. Менің әйелім, менікі ешкім құшақтауға, бетіне сүйуге, қолына ұстауға хақысы жоқ. Ол шариғаттан бұрын еркектік өзіңде намысың болу керек деп ойлаймын. Мысалға, сондықтан ол да өте дұрыс емес нәрсе. Шариғаттан да бөлек, қазақылыққа да дұрыс айттың жат нәрсе. Мен де қарсымын. Ол тойда құда мен құданы төс қақыстырып атамыз да. Құдағайға бет жақындап атама кетіп баратады ғой, жаңа үйреніп қалған. Болмайды, той халал. Болмайды деп осылай не істеп тоқтатып алатын мәселелерім бар қазір. Үшінші сұрақ қандай болды жаңағы? Билету ма? Билету болды ма? Билету екі бастан енді, например, бір жақында бір жағдай болды. Мен енді тойда біреудің еркегімен біреудің әйелін билетпеймін ғой, ойындарда. Ол нәрсе көп болады асабалардың арасында. Бет ашу. Бет ашу айтамыз, би дейді сен қазір. Содан бір тойда бір не жақтан бір қыз бала ортаға билеп шықты, сыйлығын берейін деп жатырмын. Сосын бұл кісімен кім билейді деді. Қыз бен қызды билетуге тырысып, жігітті сәл разминка есебінде жақындаспай, орталарында қашықтық бар. Сонымен не жақтан, оң жақтан бір жігіт ұшып тұрды, мен билеймін деді. Той халал бауырым, болмайды біреудің әйелімен билеуге дедім. Біртүрлі болып отырды, сөйтсем намаз оқымайды. Атыраудан келген құда екен. Атырауда ол ұлттық би жарысы деген өте қатты дамыған. Түсінбей отырып қалды. Тойдың ортасында той иесінің күйеу баласы келіп маған: ана әкем айтып жатыр дейді, әкем осы үйге құда дейді, ана жігітті билетсін деп жатыр. Билете алмаймын, ренжіме, әкеңе сәлем айтып бар. Болмайды. Қалай мен біреудің әйелін билетем? Той арақ шарапсыз барымша халал шариғи тұрғыда, қазақи тұрғыда өткізіп жатыр қой. Өз әйелімен. Дедім, сен өзің әйеліңе билетесің ба, или сен біреудің әйелімен билегің келе ма? Үндемей кетіп қалды. Бізде жаңағы үзіліс болады ғой.
бір 5 тілектен кейін үзіліс болады, жалпы азайып келеді, но әлі күнге дейін бар. Ортасында жарты сағат антракт дейді, билейді адамдар. Сол үзіліс болған кезде халық ортада бәрі билеп жатыр. Әлгі ана күйеу баласының әкесі құда шаңырақтың келіп тұр маған. Ей бала, неге билетпедің ана құданы дейді да, атыраудан келген. Мен өзіне іліп жатырмын, ақсақал, сіз ғой бізге үлгі болатын. Өзіңіз айтыңызшы, біреудің әйелі мен біреудің күйеуі билеген қалай болады деп едім. Қаратты. Мына ортада билеп жатқандарды қара деді, қарадым. Әркім өз қатынымен билеп жатыр ма дейді. Қатты ұсталып қалдым. Ақсақал ұстадым дедім. Басын жайғатып кетіп қалды. Бол жеткілікті маған ұстап алды осылай. Мен шынымен гарантия бере алмаймын ғой, әркім өз әйелімен билеп жатқан жоқ қай жерде. Ал талпа билеген кезде қалай билейді? Бір-біріне артын береді, алдын береді, әрқайсысы осылай билеп жатыр. Ақылға сиятын нәрсе емес қой ол. Сонымен бір ақсақалға сөйтіп би тұрғысында ұсталып қалғаным бар. Енді жаңа басында да айтып кеттік қой, осы подкаст басталмай тұрды да жаңағы 50 жылда ел жаңа дейді, 15 жыл бұрын арақ шарапсыз той. Қалай? Той емес қой. Арақ болмай жатыр, арақ келмей жатыр, тойды кейінге шегеріп жатырық деген күндерді мен есімде. Біздер баламыз. Тойды жаңағы соғым соймай жатады, кейбір жерлерде арақ жоқ деп, қаладан арақ келмей жатыр деп ауылдық жерлерде. Қазір қанша тойдың куәсі болып жүрмін, той арақ шарапсыз болады дейді. Намаз оқисыңдар ма десе, сақал жоқ, былай қаланың баласы, түрінен қараймын дейді. Жоқ, намаз оқымаймыз дейді. Үйде кім оқиды? Ешкім оқымайды дейді. Таң қалам да. Осындай тойлар көбейіп жатыр. Оның үстіне бір подполковник тойын, қызының тойына арақ шарап жасады. Тойда генералдар, майорлар отыр. Соған ортаға әдейі шығардым да, аға, қалай сіз подполковник болып тойда арақ шарап жасап жатсыз дегенімде, баламның тойын ластағым келмеді дейді. Тамаша. Кейбір бауырларымыз бар, енді құдамнан ұят болады, енді амал жоқ, сөзім жүрмей жатыр, әкемнен ұят болады деп. Алладан ұят болмайды да, бірақ тойына арағын қойып білген істеп жатыр. Ол арақ ішкен адам ұятсыздау болады сәл. Аузына келген нәрсесін айтып қояды. Тамада келіп дөрекі сөйлейді. Осындай мәселелерді көзімізбен көріп жүргеннен кейін сонымен әй деп қаламыз ғой енді. Сосын жаңағы бет ашу, жаңағы домбырамен деген келіннің бетін кім ашса соған ыстық болады дейді да. Домбырамен ашады ғой енді. Оны енді қазір бұл әңгімені естіген жаңағы бет ашатын жігіттер қазақылыққа тойып алған. Ол жігіттер баяғыдан ашты аталарымыз деп маған қарсы шығуы мүмкін. Бірақ сөздің мағынасын қарау керек та. Кім ашса соған ыстық болады. Енесі ашсын. Келмен ененің арасы ашқаннан бастап екеуі өте бір ыстық болсын, жақсы болсын. Енесі өзі ашып, мәндайынан сүйіп, алғашқы болып, алғашқы батасын беріп, екеуінің арасы дұрыс болса, жалпы келмен ененің арасы дұрыс болса, бала ешқайда кетпейді ғой. Менің ана өмір болғасын түрлі жағдайлар болады. Менде 25 жасымда үйлендім, бірақ келіншегім жаста болды. Сол кезде бір түсініспейтін нәрселерде сөзге келіп жатқан кезінде бір шешем шақырып алып айтқаны бар. Енді мен келіншегіммен жақсы ара қатынасы. Балам әйеліммен жақсы болды. Біз мәңгі болмаймыз. Бір күні біз кетеміз. Сен де мәңгі емессің. Сен де бір күні ауырып төсек тартып қалатын болсаң, сенің аузыңа су құйып бас жағында отыратын осы әйелің. Ал қазірден бастап онымен дұрыс болмасаң, кез келген ұсақ нәрсеге ұсақтық көрсетіп, ауыр сөйлеп, қол көтеріп қоятын болсаң, сені тастап кетеді деп бір жақсы айтқан насихаты бар да. Өзі кредит алып той жасап жатыр ғой. Енді бұған қалай қарайсыз, той басқарып жүрсіз ғой. Ертеңгі күндері не болады деймін да жастардың. Мысалға екеуіне қазір елден қалмайын деп алаттағы кредит алады, той жасайды. Оны енді әкесі өзі де төлемейді ғой. Балаға сендер үшін кредит алғанбыз, мәңдер енді өздерің төлеңдер дейді да, екеуісін қалаға жіберді делік. Ол жерде күтіп тұрған олардың үйі жоқ, өздері кредит алып тұрған болса. Былай ешқандай пәтер жалдайды. Мына жақтан пәтер ақысы бар, жаңағы кредиті бар деген сияқты. Ол да біреудің мәпелеген қызы ғой деймін да, енді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, не ішем, не кием дегізбеген, солай өскен қыз. Ол да киініп жүрген. Енді олар ары кетсе 5 ай шыдауы мүмкін, 6 ай шыдауы мүмкін. Bir күн айтады ғой, мен де киінгім келеді, мен де мысалға кафеге барып қыдырғым келеді.
мына кредитіңді жап или мен кетем деп чемодан жинап кетіп қалу да соған. Бұл нәрселер де болуы мүмкін. Иә. Енді бір карантиннің кезінде бір гаишник жігіт келген маған, құдай мына күнді мына уақытта маған әдейі беріп тұр ғой деп. Неге десем, менің жағдайым жоқ қой дейді. 200-300 адам шақырып той жасайтын қазір данный момент дейді. Ол үшін кредит алу керек болады. Оны мен алғым келмейді дейді. Кредит алмайын деп тағы жүріп қаламын дейді. Қазір мына мүмкіндікті мен жіберіп алмауым керек дейді. 40 адамға дейді, ағашөке есікті анда той жасаймын, оған құдіретім жетеді қазір дейді. Еще сендер де қазір арзансыңдар ғой дейді. Карантинде біз 30-40 мыңға дейін шығып кеттік қой уже. Былайша айтқанда Құдай тағала әркімнің шамасы жететін нәрсені жүктеп тұр ғой. Негізі, әрине ниетіне қарай беріп тұр ғой. Жастар сауатты ғой қазір. Мен қанша жастарды көремін, әке-шешемізге айттық, той жасамай қояйықшы. Аз бір батасын алайық, үлкендерін шақырып, үйге бір 30, 40, 50, 60 адамға барды дегенде бір 100 адамға бір шағын той жасап, осы біз некемізді қиып үйлене қояйықшы деген кезде әке-шешеміз көнбей кредит алып тастап жатыр. Балам, бұл менің тойым, сенің тойың емес. Өз балаңа сөйтіп жасарсың деп қалып кеткен ана әке-шешелеріміз бар ғой енді. Жасау керек, досым бар, шақырғаны бар. Оларды да дұрыс қой енді, ана шақырды, бір баласын тойына шақыра алмай қалды деген әңгімеден қашқысы келеді. Енді осы поколение кеткеннен кейін міне біздің жастар поколениесі келе жатыр ғой. Уже біздерде кредитсіз той, бәсекелесу, қалады дейсіз ғой. Арағы бар той, би бар той деген мәселелердің бәрі қалады. Уже біздің жақсы поколение келе жатыр. Енді бұның біз шетін біз көріп қалғанбыз ғой. Әлгі өлеңде бар ғой, баласына бір той жасап бере алмай қаншама адам өтіп жатыр өмірден деген ба. Сол сияқты енді бізде миымызда соңғы поколение, біз тәуелсіздіктен бұрынғылар. Біздің миымызда сондай дүние бар. Ешкімнен қалмау, жалпы. Балаға той жасап беру. Мен де жақсы көремін той жасаған. Әлбетте, той жасаған жақсы ғой. Бірақ енді тым мысалға сіз жаңағындай қазақ тойларды басқарып жүрсіз. Бұл жерде жоқ дегенде бір пайғамбарымыздың хадисі болса да айтылады ғой. Енді хадис айтылған соң бұның барлығы қазір бір дінге апарып тіреліп. Ол енді қарасаңыз пайғамбарымыз айтылды, сол ислам өзі адамдарға жеңілдік үшін ғой. Баласы үйленген болса той жасама деп тұрған жоқ қой. Бір қой болса да, екі қой болса да сойып маңайға естіртіңдер дейді да. Той жалпы үйлену, неке қиюдың шарты жария қылу. Жасырын болмайды да бұл жерде. Егер де біз сол аталарымыздың, я болмаса осы шариғаттың көрсеткендей жүретін болсақ, бізде жеңілдік болар еді. Мынандай нәрсе, мамандығым дінтанушы болған соң айта салайын, шариғатта екі жеңіл нәрсе бар. Өте жеңіл нәрсе. Қазіргі уақытта ең ауыр нәрсе ол. Оның біреусі жаназа. Жаназа шығару деген, оның 4 қана парызы бар. Мәйітті жуындыру, жаңағындай кебіндеу, апарып жаназасын жаңағындай шығару. Осы бір 4 парызы бар. Өте жеңіл да. Ал қазіргі кезде ең қиын осы. Жылқы сою, мал сою, адамдарды күту қиындап кеткен. Екінші жеңіл нәрсе неке қию, үйлену. Бір қой болса да сойып, маңайға естіртуің. Жасама деп тұрған жоқ, жаса. Оған туыс дос-жаранның арасында. Бірақ дарақылам шашыл деп тұрған жоқ та. Ал бірақ қазіргі уақытта ең қиын нәрсе. Асабаны былай жет, әнші, биші, күйші, ресторан, оған жайылатын дастархан. Башқан жоқ дегенде бір 5 миллион ақша қазір керек болады да. Ең қиындат. Өз-өзімізге қиындат тұрмыз ғой былайша. Әрине. Жаңа біздерге ұсыныс түскен кезде тойды ұстап қалуымыз керек қой енді. Той иесіне айтамыз. Той жасағанда екі нәрседен қателесіп кетпеңіз апа. Бірінші тамада деп. Өйткені тойды алып шығатын тамада. Екінші рестораннан қателеспеңіз. Өйткені ресторанның акустикасы, одан қалды. Кухнясы жақсы болу керек. Бірақ бірінші тамада дұрыс болса, тамақты ештемеден шелінбей қалып, мәз болып, ой, той күшті болды деп кетеді. Сондықтан ол кісі ойланып қалады, сосын уже сені алғысы келеді. Алғысы келеді, сосын бағамызды айтамыз. Баға келгенде тіреледі. Баға келген кезде қалай болады екен? Мен әртүрлі адам болады, кейбірі ойланбастан алады, кейбірі жағдайын айтқан адамдардың тойын тегінде жүргізген күндеріміз болды. Енді саудаласайық дейді.
базарда емеспіз ғой дейміз. Дегенмен адамның өзінің подходына байланысты барлығы әртүрлі. Бірақ енді шыны керек, тамада әнші, бишінің өзіне миллиондап шашлық болады ғой. Миллиондап шашлық болады. Ал сондықтан мен ойлаймын енді бір жаңағы бірақ енді біз енді өзіміздің жаңағы еңбегін еленбесе жігерің құм болады дейді ғой, ақша мотивация ғой. Жаңағы бағамызды қатты түсіргіміз келмейді, өйткені түсірген моменттері болды, бағаланбай қаласың. Арзанға барған жерлер болады. Келдің ба, қош шеш музыка, қайда жүрсің, неге кешігіп келесің деп осылай әңгіме айтады. Қымбат келесің, айтылады өз араларында, қымбат тамағын жалдадық, келе жатыр, осындай деген жігіт кіріп келген, қош келдің бауырым, шай тамақ, дастарханға жайғасың деген мәселелер де бар. Көп көрдік та. Сондықтан расымен де ғой, кейде өзі бір үйде байқайсыз ба, бір кітаптар болады, тегін кітаптар. Мына столдың астына қоямыз, аяғын түзеп, оқылмайды да ол. Кейде бір кітапты сатып аласың, сол кітапты анау оқымасаң да сөреде тұрады, оның астына аяқтың астына бармайды. Қадірі болады, еңбекпен келген дүние, иә? Одан кейін ереке, енді той басқарып жүрсіз ғой? Тойда жалпы бәрінің бірінші некелерін, бірінші әйелдерін, бірінші үйленгендерді ғана басқарып жүрсіз ба дегенім ғой. Бұны қойып отырған себебім ереке, енді мына әлеуметтік желіні бәріміздің қолымызда ғой қазір. Қарап отырғанда сіздің бір постыңызды көрдік, сол жерде кімде-кім екінші әйел алған болса, былайша айтқанда енді біреулердің жанды жері шығар. Тоқал алған болса, соны тегін басқарып беремін депсіз. Бұл қаншалықты рас? Үміттеніп отырмыз ба бізде? 14-те бұл пост бірінші рет салғанымда Нұркизеткен сұхбат алып сол жаққа салып жіберген. Ол Нұркизетке салды деген Қазақстан полный көреді ғой. Иә. Сол кезде бір қатты шулаған, үймысы бір үлкен астада Наиф Нефти келді, Ершат Оңғарұлы. Сол кісіге біздің Ақтөбелдің өкілі болды, Төле би ұстаз. Иә. Қазір Алматы облысының бас имамы. Сол кісі айтқан, таныстырып, бұл Ерлан Отарбаев деген жігіт екінші әйел алған жігіттерді шариғи тұрғыда тойын тегін жүргізеді деп, деп біршама адамдар. Әлеуметтік желіде де өте қатты таралды. Біраз әйелдер мен жауым болып кетті. Көшеде кездессе, астында нелер комментарийлер бүкіл Қазақстанның қалаларының зелоларында кетті ғой. Мен сөйледім, мысалы, Ақтөбенің командасы тоқал алған дейді, екінші демейді. Тоқал алғандардың тойын тегін жүргіземін деп дүрсіл күндірді. Комментариясын оқыса, әйел адамдар түрін қарашы, көрініп тұр ғой, вахабист екені. Көшеде кездесіп шақтаймын. Өзінде бар ма екен екінші әйел деген сияқты түрлі сұрақтар енді көп болды, қызықты моменттер. Соны бір болған бір жігіт жазып жіберген, онда әйеліне сұрақ келейінші барып деп. 2 айдан кейін бір інім жазып жіберді, не болды, болмай қалды ма бауырым деп. Сол сияқты ереке бұл жерде өзі болды ма негізі? Айтып кетсем, бұл болған жоқ. Өйткені 100-ден 1 адам ғана екінші некесін той қылып жасайды. Көбісі некесін қиып, жаңағыдай бір қойын сойып, жариялау дейтін теманы ырымын жасайды. 10 адамға, 10 жолдас баласына айтады да, айналасына, тума-туысына, міне екінші әйел бар. Бұл не сонда? Ер азаматтарының әлсіздік, қорқақтығы ма? Бұл не нәрсе сонда? Не сіз қалай ойлайсыз? Именно сол жерге келген кезде, екіншісін алып некесін қиған кезде ысырапшылдыққа жол бермеу. Сосын екінші әйел алатын адам, мен ойлаймын, қазіргі заманда 3 адам, біреуі білімі бар адам, екінші байлығы бар адам, үшінші жүрегінің түгі бар адам. Расымен де екен, иә? Өйткені ол оңай нәрсе емес. 4-ші адамдар ақмақтар алады да. Олар енді көбіне нәпсіге жол беріп қояды деп ойлаймын. Осы біздің қалалық мешіттің бас имамы болып жұмыста болған, қазір басқа салаға кетіп жатыр. Қателеспесем, осы жақында ғана осы қалалық мешіттен тапсырып кеткен Нұрлыбек деген ұстаз бар. Сол кісінің айтқаны бар, бір осы тақырыпта сөйлескен кезімізде. Біздің менталитет әлі дайын емес болған деп. Біріншіден. Екіншіден, көп Қазақстанның жігіттері тоқал алып,
бәйбішесінен айырылып қалады. Өйткені бәйбішелердің білім деңгейі әлі жеткіліксіздеу ол нәрсеге. Сондықтан бәйбішелермен ажырасып, талақ беріп, осындай үлкен дұрыс емес келеңсіз жағдайлар болып жатыр деді. Ал менің оны жариялау себебім әлеуметтік желіні шулату, ал ақиқатында шынымен біреу сіз мысалға алып, маған хабарласып, қай қала болса да, қай ел болса да жасаймын десеңіз, тегін жүргізіп беруге дайынмын. Жоқ, мен одан қайтпаймын. Өйткені уәде еркекпін ғой, жігітпен жасаймын деген адамға мен әрине барамын. Подаркамды алып барамын. Қай қалада болса. Қай қала, қай елде, оған ешқандай сөз жоқ. Бірақ енді әлі кездескен жоқ. Оны жариялағаны 2014-те ме, 15-те ме болған оқиға. Дегенмен жігіттердің құлақтарының алдын бір жағынан мотивация ғой енді. Ол әйел алу үшін, екінші әйел, үшінші әйел, төртінші әйелді алу үшін ол да сауапты іс негізі. Қазақстанда көптеген бойдақ қыздарымызға, жесір әйелдерімізге жақсы болатын дүние ғой негізі. Оны бекерден бекер Аллах Тағала шығарған жоқ. Оған Аллах Тағала рұқсатын берді, оны айтатын мен емес негізі. Дінтанушы сіз айтасыз ғой. Бірақ оны алу үшін өте сауатты болу керек. Сауапты болу үшін сауатты болу керек. Тамаша. Мәселе осыда. Жақсы. Бүгін енді бір ерекше шығарылым болды деп ойлаймын. Көрермендерге енді ұнаған шығар, көңілдерінен шыққан шығар. Ондай болған болатын болса, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Егер келіспейтін жерлеріңіз болса, оны да жазыңыздар. Бөлісіп айтыңыздар. Ең бастысы арнамызға жазылып, осы подкастпен бөлісуді ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы, қазақтың тойы бітпесін.